Хуан есімді кедей жас жігіт жалдамалы пәтерінің ақысын да төлей алмай, қиын күндерді бастан кешіріп жүр. Ол суретші болып жұмыс істейді, бірақ өнері аз ғана табыс әкеледі. Көшеде отырып, әдемі қыздың портретін салады. Портретті аяқтағанда қыз оның жұмысына таңғалады. Бірақ жаңа суретті бастамақ болғанда, сәнді көлік келіп тоқтайды. Ішінде ауылдағы ең бай адам және Хуанның бұрынғы сүйіктісі отыр. Бай адам Хуанды қыздың көзінше әдейі масқаралайды, оған ақша лақтырып, міне бұл сенің күні бойғы табысыңды жабады деп күледі. Ұялып кеткен Хуан, киімінің 1/4 бөлігін ғана киіп, заттарын жинап, ескі көлігіне барады. Оны жүргізіп жатқаны ма, әлде көлік оны сүйреп жатыр ма, айту қиын. Хуан суретшілер, галереялар мен кескіндемешілердің үйлеріне толы ауылына оралады. Бұл нағыз суретшілер мекені. Үйге бара жатқанда үй иесімен кездесіп, ол кешіктірілген жалда ақысын талап етеді. Шыдамы таусылған Хуан ақшаны оның бетіне лақтырады. Кетпек болғанда үй иесі бұл тек өткен айдың ақысы екенін, осы айдың ақысын әлі төлеу керектігін айтады. Хуан кейін төлеймін деп немқұрайлы жауап береді. Бұл үй иесін ашуландырып, оған су бөтелкесін лақтырады. Хуан бөтелкені лақтырып жібереді деп ойлайсыз ба? Жоқ, ол бөтелкені алып, жинағына қосады. Өйткені ай соңында пластик бөтелкелер мен банкаларды сатады. Үй иесі, міне кедейдің логикасы деп, Хуанның пластик жинауын мазақтайды. Хуан армандаған галереяға барып, иесіне суретін қоюға демеуші болуды сұрайды, тіпті аздап ақша ұсынады. Бірақ иесі күліп, бұл 1 шаршы метр қабырғаға да жетпейді деп, жоғарыға кетеді. Хуан оның соңынан еріп, суретін қоюды өтінеді. Иесі суық түрде, сенің өнерің қоқыс, Хуан деп жауап береді. Хуан өзін қорғап, мен көп жақсардым, тіпті сүйіктім Тиян да менің суреттеріме тәнті дейді. Тиян, соқыр қыз, ол көз ауруынан көру қабілетінен айырылған. Галерея иесі, сонымен сен соқыр қызыңның пікіріне сүйенесің бе? Сен есіңнен адастың деп мазақтайды. Содан кейін картоптың суретін көрсетіп, міне, мынаған қарасам, шынымен аштық сеземін, сондай шынайы дейді. Хуанның үміті үзіледі. Тиян массажист болып жұмыс істейді, бірақ бұл жұмыс оны қудалаудан қорғамайды. Адамдар оның соқырлығын пайдаланады. Бір күні Хуан біреудің Тиянды қудалағанын көріп, кек алады. Қудалаушыларға дәл солай істеп, енді осы кедей қыздың не сезетінін түсіндіңдер ме дейді. Бірақ олар өкінудің орнына Хуанды ұрып тастайды. Соққыдан кейін Хуан мен Тиян пәтерге барып, ол оның жараларын емдейді. Хуан, мен оларды аяусыз ұрдым деп әсірелейді. Ал Тиян шабуылшылардың айқайлағанын естіп, иә, олардың ауырғанын естідім дейді. Бірақ бұл Хуанның айқайы еді. Хуан оған аяқ киім сыйлайды. Тиян оларды жақсы көреді. Олар біраз билейді. Хуан оған сүймек болғанда, Тиян бөлмеде біреудің барын естиді. Хуан, бұл менімен бірге тұратын досым, ол үйден шығарылды деп досына көзін жұмуын айтады. Тиян ыңғайсызданып кетіп қалады. Кейін Хуан мен досы шатырда ішіп, есінен танып қалады. Кенет ғарыш кемесі пайда болады. Хуан оянып, досын оятпақ болады, бірақ ол ес-түссіз. Кемеден мультфильм кейіпкеріне ұқсайтын қыз шығып, 2 адаммен бірге сурет салуға келген сияқты. Хуан суретке түсіруге тырысады, бірақ жарқылды өшірмей, бөтен планеталықтар оны байқап, кемесімен бірге жоғалып кетеді. Олар қалам тастап кеткенін байқайды. Хуан оны алып ұйықтайды. Таңертең ол бәрін есіне алып, досына айта бастайды. Досы оның сөздерін ұйықтап жатып айтқанын айтып, әңгімені аяқтайды. Хуан бөтен планеталықтарды суретке салғанын байқайды. Досы оған сенбейді. Көшеде сурет салып жатқанда Хуанның бояуы таусылды. Ол бөтен планеталықтардың қаламын қолданады. Алдымен басқа қағазда сынап, сурет шынайы болып шығады. Алма салып, ол да шынайы болады. Хуан оны жеп қояды. Досына алманы көрсетіп, суреттің шынайы болғанын айтады, бірақ досы сенбей, алманы жеп, оны ауруханаға баруға шақырады. Хуан алтын құйма салып, досының өтініші бойынша, бірақ ол шынайы болмайды. Досы қағазды терезеден лақтырып жібереді. Кенет қарт адам басына тигенін айтып ұрсады. Ол жердегі алтын құйманы алып, ештеңе болмағандай кетеді. Досы енді сенеді. Хуан үлкен алтын құйма салып, екеуі таңғалады. Олар кішкентай бөлмеде тұрғандықтан, Хуан үлкен сарай салады. Сарай қала ортасында пайда болады, адамдар таңғалады. Полиция келіп, 5 минут бұрын мұнда ештеңе болмаған, бұны кім салды деп сұрайды. Хуан суретті өшіруге тырысады. Қаламда өшіру түймесін тауып, сарай жоғалады.
Бөлмеге оралғанда досы 200 миллион вон салу керектігін айтады. Хуан ақша салғанда бөлме ақшаға толады. Үй иесі сырттағы қоқысты тазала деп ұрсады. Хуан мен досы байлардың киіміндей клоундық киімдер киіп, маңайды таңғалдырады. Хуан үй иесіне 100 жылдық жалда ақысы деп ақша береді. Көршілер Хуанның сәнді көліктермен, онымен әзілдесетін қыздармен келгенін көреді. Ол армандаған сарайды сатып алу үшін жылжымайтын мүлік компаниясына барады. Онда бұрынғы сүйіктісі мен оның жігітін кездестіреді. Жігіті 15 миллиондық вилланы алудан бас тартады, ал Хуан 2 сарайды қолма-қол ақшамен сатып алады. Сүйіктісі оны тастап кеткеніне өкінеді. Түнде Хуан Тиянды жаңа сарайға апарып, таңғалдырады. Тиян сарай туралы бәрін естігенін айтады. Хуан оған сарайды сипаттайтын қызды жалдайды. Қонақтардың алдында ұсыныс жасайды, бірақ Тиян бас тартады. Ол Хуанды жақсы көретінін, бірақ бай болғандықтан, соқыр қызға үйленсе ұялатынын айтады. Хуан байлығының өнерінен келгенін, бөтен планеталықтардың сиқырлы қаламы туралы айтады. Тиян одан көз салып, шынайы етуін сұрайды. Хуан әдемі қыздың көзін салады, бірақ көздер Тиянның денесін емес, Манфаның иығына шығады, қорқынышты болады. Олар көздерді өшіреді. Тиянның бүкіл денесін салып, көздерді дұрыс орналастырады. 5 сағаттық суреттен кейін Тиян көруін күтеді, бірақ ештеңе болмайды. Ол олардың өзімен ойнағанын ойлап кетеді. Есіктен шыққанда ол суреттен қайта пайда болады, көздері ашық, ол көреді. Хуан оны Қытай бойынша саяхатқа апарады. Манфа тағы қызға ғашық болады. Хуанның суреттері енді аукционда қымбатқа сатылады, өйткені ол бай болды. Бірақ сиқырлы қалам заттарды ештеңеден жасамайды. Тиян көрген сәтте, танымал актриса түсірілім алаңында көзінен айырылады. Банктегі ақшада жоғалып, камералар оның жоғалғанын түсіреді. Полиция не болғанын түсіне алмайды. Ли Чани, Хуанның бұрынғы сүйіктісінің күйеуі, оның кенет байығанын біліп, полицияға хабарлайды. Полиция Хуанның ақшасы банктегі ұрланған ақшаның сериялық нөмірлеріне сәйкес келетінін анықтайды. Олар Хуан мен Манфаны аукционда ұстайды. Олар ештеңе ұрламағанын, сиқыр арқылы қалағанын ала алатынын айтады, бірақ қалам туралы айтпайды. Полиция Феррары сұрайды. Хуан сурет салып, көлік полиция бөлімшесінде пайда болады. Ұрлық дәлелі болмағандықтан, олар босатылады. Түнде есікті біреу қағады. Олар полиция деп қорқады, бірақ бұл Хуанның бұрынғы сүйіктісі. Ли Чани оны қызғаныштан ұрып, ол кешірім сұрап, ажырасатынын айтады. Хуан оны кінәламайды, өйткені ол кезде әкесі ауырып, қаржылық көмек керек болған. Ол сиқырлы қалам туралы айтады, сейфті ашып көрсетеді, бірақ Ли Чани оның киімінде жасырын камера орнатып, бәрін біледі. Полиция офицері автокөрмеден жоғалған Феррари туралы есепті оқиды. Хуанға барып, сиқырлы құралды беруді талап етеді. Хуан қаламды беруге дайын, бірақ Ли Чани оны ұрлап алған. Ли Чани армандаған галерея корольдік киімдер мен ежелгі сарай салады. Әйелін байлап, азаптайды. Журналдағы қызды салып, оны шынайы етеді. Полиция оны оңай табады. Офицер қаламның заттарды ауыстыратынын, яғни ұрлық екенін айтады. Ли Чани ештеңе ұрламағанын, тек сурет салғанын айтады. Оның көмекшісі полициядан қашу үшін жаңа планета салуға кеңес береді. Ол ғарыш кемесін салып, бөтен планеталықтар ашулы түрде пайда болады. Ли Чани танк салып, оларға оқ атады, бірақ бөтен планеталықтар оны оңай жеңеді. Хуан қаламды өзгертіп, қарапайым қалам етіп жасағанын мойындайды. Бөтен планеталықтар оның адалдығына тәнті болып, құралды алып кетеді, бірақ Хуан барлық салынған заттарды орнына қайтаруды сұрайды. Бәрі, соның ішінде Тиянның көздері, қайтарылады. Полиция Ли Чани мен көмекшілерін сұлулық байқауының қатысушысын ұрлаған үшін тұтқындайды. Хуанның бұрынғы сүйіктісі камера туралы білмегенін айтып кешірім сұрайды. Хуанның суреттері енді сатылмайды. Тиян сұлулық салонын ашады. Олар үйленіп, бала сүйеді.